Жылдам хабарнама. Заман дамып барады. Жастар SMS арқылы жұмысқа кіруі мүмкін. Сәлеметсіздер ме достар? Егер осы сөздер сізді қызықтырып жатқан болса, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерін басып видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Жастар SMS хабарлама арқылы жұмысқа тартылады. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Ордабаев орталық коммуникациялық қызметінің алаңында өткен баспасөз қызметінің мәліметтемесінде мәлімдеді деп хабарлайды бақ.кз тілшісі. Айтуынша, биыл жыл басында өңірлік жұмыспен қамту карталары бекітілді. Оған сәйкес 950 мыңға жуық адамды жұмысқа орналастыру жоспарланып отыр. 20 ақпандағы жағдай бойынша 117 мыңнан астам азамат жұмыс орындарына ие болды. Ұлттық жобалар аясында 73 миллионнан астам адам жұмысқа қабылданды. Мемлекет басшысының баспанасымен іске асыру бойынша жұмыс орындары 18,8 мың теңге адамды ұсынылды. Ал бос жұмыс орындарын жұмыс берушілерден 28,2 мың адам жұмысқа орналастырылды деп атап өтті вице-министр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де каналымыздың дамуы үшін бір ғана лайкыңызды аянбаңыздар.